Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгін этнопедагогика пәнінің лекциямызды бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз қазақ этнопедагогикасының мазмұны. Онда қаралатын сұрақтарымыз. Жоспар бірінші сұрағымыз. Толымды тұлғаны тәрбиелеу. Екінші, қазақ этнопедагогикасындағы тәрбиенің мазмұны. Үшінші, қазақтың халық педагогикасындағы отбасы тәрбиесі. Төртінші, қазақтың халық педагогикасында тәрбиеленушінің жас және жеке ерекшеліктерін ескеру деген сұрақтар. Енді толымды тұлғаны тәрбиелеу дегенге тоқталатын болсақ, толымды тұлға мәселесі ұлттық мінез ерекшеліктермен тығыз байланысты. Толымды тұлға ұлттық сананың деңгейін айқындайды және қоғамдық жағдайлардың ықпалымен өзгереді. Оның дамуына өмір салтының және іс-әрекеттің ықпалы өте зор. Толымды адам, жетілген адам, тұлға дейміз. Белгілі бір қасиеттерді меңгерген адамды айтамыз. Толымды тұлға ұлттық сананың деңгейін айқындайды. Сонымен қатар қоғамдық жағдайлардың ықпалымен өзгеріп отырады. Мысалы, жігіт сыртқы келбеті еңсеген бойлы, қырағы, күшті қолды, темір саусақты, мықты денелі, құйылған келісті дене бітімді, кең иықты, құдіретті көкіректі, кең маңдайлы, тік мұрынды, өткір тісті, қара қасты, ұқыпты, жинақы, мұртты, сөйлеу сапасы, шыншылдық, шешендік қасиеттері, епті, қырандай және сұңқардай, айбатты, арыстандай және күшті жолбарыстай, өжет қасқырдай, төзімді түйедей және күшті бұландай, сүйекті құландай, сақ жылқыдай, қорған сауысқандай және тағы басқалар. Міне қазақ халқы теңеуді қалай керемет тапқан. Басшы жігіт, мемлекетті басқаруға қабілетті, ақылды жігіт, ұрысты шешуге қабілетті, ер жүрек жігіт және балуан, жомарт және шаруақор, абыройы, ықыластылық, шеберлік, күштілік пен шыдамдылық, жұмылдырушылық, білімділік, ұтқырлық. Мінездің жағымды белгілері адалдық, әділеттілік, шыншылдық, айырылмастай достары тұлпар, ақылдылық пен тапқырлық, адал жары, жаман қасиеттері жалқаулық, қорқақтық, өтірік айту, мақтаншақтық, аңқаулық, өсек, жала, азғыру дегендерді айтады. Ал енді қызға қойылатын талаптар қандай? Қандай қасиеттер болуы керек қыздың бойында дегенге? Кішіпейілділік, нәзіктік, қамқорлық пен мейірімділік, шебер қолды, қиындыққа төзімді, мейірімді, шыдамды, ұқыпты, жинақы тағы басқадай болу керек. Сыртқы түрі сұңғақ бойлы, сымбатты, қыр мұрынды, оймақ ауызды, кең жазық маңдайлы, аққу мойынды, еліктіргіш төсті, қалың бұрымды, ұзын бойлы, нұр сәулелі, ақ, ұзын кірпікті, қара қасты, тегіс ерінді, күлім көзді, қыпша белді, икемді нәзік, әсем қолды, ұзын саусақты жіңішке болу керек деп суреттеген. Адам идеалы ол өмір үшін байлықты, ар намысы үшін өмірді құрбан етеді. Малын жанымның құрбаны, жаным арымның құрбаны деген бұл адам идеалы.
деп көрсеткен. Ал енді басқаша иерархия туралы көзқарасты айтатын болсақ, денсаулық, ақ жаулық, он саулық дейді. Денсаулық ақылды әйел молшылықты бейнелейді. Толымды тұлға қалыптастыру үшін ең алдымен кемел адамды қалыптастыру керек. Кемел адамның халықтық үлгісі, халық тәрбиесінің жиынтық түсінігі, үлгі, тәрбиенің жалпы міндеттерін көрсетеді. Адамгершілік идеал, жұмылдырушылық, рухтандырушылық рөлі. Адам қарапайым педагогикалық әрекеттен педагогикалық іс-әрекетке қадам жасайды. Аса жоғары мақсаттар қояды. Еңбек күрделенді, тәрбиенің мақсаты да күрделенеді. Еңбек күрделенгенде тәрбиенің мақсаты да күрделенеді. Кемелденген адамның өзі күрделеніп, еңбекті жетілдіреді. Сонымен еңбекті жетілдіру, адамды жетілдіру, кемелденуге талпыну. Еңбек құралдарының эстетикасы, адаммен бірге жетілу туралы түсінік. Идеалдар әртүрлі халықтарда жинақталған. Бұл ауызекі халықтық шығармашылықта. Мысалға, орыс халқында сұлулық пен ақылдылық, жүректілік, батырлық, денсаулық. Түркі халықтарында ақыл, жақындарына қамқорлық, еңбек сүйгіштік, кеңпейілділік, ақ көңілділік, қайырымдылық, мейірімділік, ата-бабалар туралы еске алу, айырмашылықтар да бар. Адыгейлер туралы айтатын болсақ, отанға деген махаббат, ұлттық бедел, абырой, отбасы мен туыстық, ұрулық жалғастығы. Таулықтар, қыр адамдары, қонақжайлық, намысқойлық болып келеді. Қиыршығыс халықтары, батылдық, ерлік, еңбек сүйгіштік, халықтың салт дәстүрлері мен әдет ғұрыптарын сыйлаушылық басым екен. Қазақ этнопедагогикасындағы тәрбиенің мазмұны дегенге кесте бойынша тоқталатын болсақ, қоршаған қасиеттер туралы түсініктер, халықтық білім, практикалық әрекеттер болу керек, дағдылар қалыптасу керек екен. Қазақ этнопедагогикасындағы тәрбиенің мазмұны қазақ халқының бойына туа біткен ұлттық психологиялық қасиеті философиялық ойлау жүйесінің негізі болып табылады. Біріншіден, қазақтың ұлттық философиясының ерекшелігі ол тұспалдап, мақамдап жеткізе білу. Екінші, танымдық. Ата мекен, ел, жұрты жөнінде көзқарасы. Үшінші, ана тілін, сөз өнеріне ерекше мән қою. Төртінші, ұлттық базисі болып есептелетін көшпелі өмірмен, мал шаруашылығымен тығыз байланыстылығында екен. Халықтық білім, халықтың мерекелер, мезгілдік, отбасылық, діни. Халықтық өнер сәндік, қолданбалы, музыкалық өнер, спорт, шешендік өнер болып бөлінеді. Фольклорға балалық, әсемдік, ырым, той, жерлеуді жатқызуға болады. Рационалды, табиғат, тәрбие, медицина мен дәстүрлі тұрмыстық шаруашылық саласын айтамыз. Тәрбие туралы білім, рулық, туысқандық білім. Тыйымдар мен әдеттер, дәстүрге және әдет ғұрыпқа тәрбиелеу, бата беру жатады. Этнопедагогикалық мәдениет дегеніміз бұл этнопедагогикалық білім, адамзаттық қатынас пен үлгі, танымдық және тәрбиелік маңызы бар. Бесік жырлары, бабалар киімі, қоғамдық тәрбиешілер, спорттық және басқа жарыстар, дәстүрлі балалар мерекелері,
ақыл кеңестер, өсиеттер мен тыйымдар, тәрбие, балалар киімі, ойындық әндер, балалардың еңбек құралдары туралы көзқарастар жиынтығы, балалар фольклоры, ойыншықтар, балалар тағамы, балалар еңбегі мен қозғалмалы ойындарды айтуға болады. Адамды жетілдіруді халық мейлінше нақты және анық түсінді. Сөзі жетілген адамның синтездік бейнесі ғана емес, сонымен нақты жетілулер еңбекте, ақыл-ой, адамгершілік құлық, мінез құлық, әсемдікке жетілуді қалыптастыруды қамтамасыз ету жайында біраз ой жазылған. Жетілген тұлғаның нақты сипаттары тек тілек сөздер төңірегінде болған емес, сонымен қатар тәрбие тәжірибесімен тығыз байланысты. Яғни сөз бен істің бірлігі халық педагогикасының қуатты тұстарының бірі болып табылады. Халыққа сөзбен әсер етудің сан түрлі тәсілдері белгілі. Сезім мен санаға ықпал ету шараларының көптеген түрлері бар. Дәстүрлі бата, тілектер әсерлі ықпал етуді көздеді. Балалар достарына, есейгелі өзіне, үлкен ағаларына, ата-аналарына, ауылдастарына, тағы басқаларға ант береді. Балалар ортасындағы септер сөзге, борышқа, достыққа берік болу міндеті сипатында болады. Халықтық пікір әрқашанда қарым-қатынаста қолдау арқылы дамып отырады. Балалар мен жастар ортасының аса тиімді құралдарының бірі ойындар. Халық педагогикасы олардың бала өсуі, дамуы мен қалыптасуы факторынан көрініс табады. Оның бала өсірген атана бала болып ойнайды, бала оқытқан ұстаз бала болып ойлайды деген сөз осыдан шыққан болатын. Ойындар тек жұбаныш пен уақыт оздыру, сауық сайран мен балалар үшін қуаныш ғана емес, сонымен қатар ол баланың ой өрісін дамытуға, көркемдікке және адамгершілікке баулуда маңызы өте зор. Өркениетті, мәдениетті елдердегідей мектеп, халық ағарту жүйесі, институт, университет, баспасөз барлығы да ата-бабаларымыз жас ұрпаққа ұсынған тағылымның бір буыннан екінші буынға толқындай ауысып дамып отыруын ауыз әдебиетінде көрініс табады. Тұз далада не жүйрік, тіл жүйрік, тілдің әсерлі, ықпалды құдіретіне сенген, сол себептен де ұлы сөзден ұлағат демекші қазақ педагогикасының нәрі мен сусындап, өзінің тәрбиелік нәрін күні бүгінге дейін жоғалтпай келе жатқан бірден бір киелі мұра ол фольклор деп айтсақ артық емес. Қазақ фольклорында бала бағу, бала асырау, қыз ұзату, жаназалау, бақсылық нанымға, діни әдет ғұрыпқа байланысты туған жерге салт дәстүрге байланысты өлең жырларды атауға болады. Мұны мазмұны мен тақырыбына қарай бірнеше түрге бөлуге болады. Мысалға, 4 түр мал туралы, діни әдет ғұрып жырлары, үйлену жырларын айтуға болады. Ұлы мерекелер туралы жырларды айтуға болады. Бөбек, бесік жырларын айтуға болады. Жаназалау, шешендік сөздер, мақал мәтелдер және жұмбақтарды айта аламыз. Тәрбие процесіндегі жас ерекшеліктерді ескере отырып, ұл мен қызды адамгершілік, инабаттылыққа, еңбекке, әсемдікке тәрбиелеуде ұлтымыздың ұлттық мәдениетіне, тіліне,
дініне баулуда фольклор материалдарының рөлі маңызы зор. Қазақ баласының басынан көп болғанын, қазақ баласының басы көп болғанын тілеген халық неғұрлым көп болса, соғұрлым байлықтың көзі, бақыттың көзі балада деп есептеген. Осыған орай халқымыздың аялы перзенті Саруаш еркенекті бидің пікірін айтсақ, Саруаш еркенек бидің пікірін айтсақ, жеткілікті. Әрбір баласы бардың бір ұру елде малы бар. Екі баласы бардың екі ұрулы елде малы бар. Үш баласы бардың үш ұрулы елде малы бар деген екен. Бұдан алты баласы бардың алты елде несібесі бар деген балажанды халық екендігімізді көрсеткендігі белгілі. Қазақтың халық педагогикасындағы отбасы тәрбиесіне келетін болсақ, отбасы халық тәрбиесінің негізгі буыны. Тәрбие отбасынан басталатыны барлығымызға да белгілі. Қазақ отбасының ерекшеліктері 3-4 ұрпақпен бірге басшысы әке, ол бір-біріне сүйіспеншілік, қайырымды қатынасты тәрбиелейді, міндеттерді бөліп береді. Бірлік пен достық, әкенің қызметтік міндеттерін ешкімде әкенің тәрбиесін алмастыра алмайды. Әке бұл үлгі, бедел, ол мейірімді және жауапты. Оның парызы баласын да осы қасиеттерді де тәрбиелеу. Жігіт бұл тыңдау, ананы құрметтеу, кішіге сүйіспеншілік жігіттің бойындағы ең нағыз қасиеттер. Ал қыз бойындағы жақсы қасиеттер бұл сыйластық, сыпайылық, сұлулық, ұяттылық, шаруашылықты жүзеге асыра білу, тілектестік, ар-намысты биік қою деген екен. Ана бұл махаббат, нәзіктік, мейірімділік, ұстамдылық, төзімділік дейді. Ал апамыз, әжемізді бұл ақыл, кеңес, парасаттылық, жан дүниесінің кеңдігі мен тыныштық беру біліктілігі деп қараған екен қазақ. Ақсақалдарды бұл ақыл ойдың тереңдігі, даналық, тәрбиелілік, болжай алушылық, сөзді меңгеру, намысты қорғау, жағымсыз құбылыстарға қарсы тұру, мейірімділіктің негізі деп қараған. Адамның адамгершілік қасиеттерін тәрбиелеу дегеніміз жан жақты мазмұны кең құбылыс. Әрбір отбасы өз ұрпағын адам баласына тән барлық жақсы, жағымды қасиеттерінің бәрін өз бойына сіңіруді қалайтыны да даусыз. Бірақ өмірде әр адамның мұндай ізгі тілегі, арманы орындала бермейді. Өйткені біріншіден табиғаттың әркімге әр түрлі қабілеті, табиғатынан әркімнің әр түрлі қабілеті, әр түрлі мүмкіндік берілуі. Екіншіден әркімді қоршайтын орта оған өз ықыласын жасай қоймауында дейді. Халқымыздың ежелгі үрдісі бар, адастырмас ақ жолдан үлгісі бар. Үлкен сыйлау, үлкенді сыйлау, ұққанға соның бәрі, зерделі ұл, зейінді қызды сыйлау. Көңілдің тілейтін тазалығын аз емес, арқалаған азабының мол өсиет қалдырған ұрпағына қасиетінен айналдым қазағымның деп ұлы тұлға Әлімбаевтың өлеңдерін айтуға болады. Ата-ананың алғысы жай қарапайым тілмен айтқанда бала үшін Алланың жарлығымен тең деуге болады. Ғұлама ғалым дәрігер Әбу Әли ибн Синадан дәрігерлік емдеу қасиетіңізді сіз кімнен үйрендіңіз дегенде, тәуіптіліктің киелі күшін анамның
аялы алақанынан, жібектей әуенінен үйрендім деген екен. Шындығында да солай. Келесі. Отбасыдағы ата-ана, бала, ол ұлттық тәлім тәрбиенің негізгі ордасы деп айтуға болады. Ұлағатта ақыл кеңестермен қатар ұл қызына жар таңдауда болашақ өмірлерінде адаспау үшін ертегілерге арқау болған таза махаббатты баяндаған, ертегілерде тілге тиек ете отыра әңгіме айту әрбір отбасының міндеті екенін ата-анасы естен шығармаған. Ондай ертегілерде жар таңдау, көркем қыздардың образдарын жігіт таңдау, тағы басқаларды айқын көрсеткен. Міне осындай керемет ертегілердің баланың тұлға болып қалыптасуында үлкен маңызы зор. Қазақ халқы қызын да, ұлын да тәрбиеден тыс қалдырмаған. Ана құрсағында басталған тәрбие мектебі дүниеге келген күннен жалғасын тауып, есейіп еңкейген шақта да өзінің рөлін жоймағандығын ғылыми педагогика зерттеулерінен біз байқаймыз. Қазақтың халық педагогикасында тәрбиеленушінің жас және жеке ерекшеліктерін ескеру үлкен маңызы бар нәрсе. Қазақтың халық педагогикасында тәрбиеленушілердің көптеген жастық жіктемелері бар. Солардың ішінде көп қолданылатынын қарастырсақ, бұл жас жіктемесі 12 кезеңнен тұрады. Әр кезеңнің өзіндік ерекшеліктері бар. Бірінші, туылғаннан 1 жасқа дейін 40 күнде оның туылған күні тойланады. Жақсылық тілейді. 3-ші күннен тұзды суға шомылдырып, 5-ші күні бесікке салады. 7-ші күні сылап, сипау, ырымы жасалады. Екінші, 1 жастан 7 жас аралығы 1 жылда тұсау кесу, әдет ғұрпы өткізіледі. Жауапкершілікті түсінуі, үлкендерді қадірлеуі, 3 жастан атқа мінгізу, сырға тағу, тыйым сөздерді тағы басқаларды түсіндіре білу. Сонымен қатар 7 жас пен 12 жас сезімдік даму кезеңі. 5 жас оның 5 сезім мүшесінің дамуына арналған. 7 жаста сүндет тойы, тұлым қою, қыздарда бұрымын өсіру дами бастайды. Сонымен қатар 12 және 15 жас аралығында ерекше қасиеттерге қалыптасады. Мысалы, жігіт ата-бабаның әдет ғұрпты қалыптастыруға, ер азаматтық абырой мен намыс сезімі, өзінің отанын қорғау, білімділік пен ақылдылық, ерлік 13 жасқа есею кезеңі басталады екен. Ал енді 15 және 25 жас аралығында ерік жігері мен сезімдік дамуы аяқталады. Денесінің өзінің күшін мен қуатының жетілуін саналы түсінуі балада қалыптасатын кез екен. Сонымен қатар 25-30 жас тәжірибе жинақтау кезеңі. 30 мен 40 жас аралығында өзінің әрбір ісіне жауапкершілікпен қарау. Келесі 40 пен 50 жас күші, материалдық молшылық, ашық эмоция, тәжірибені пайдалану, көрген білгенін ұрпағына үйрету. 50 мен 60 жас дене және психологиялық бастаудың үйлесімділігіне жету кезеңдері екен. Кемеліне келу, ойлаған істер, асықпай сөйлеу, интеллектуалдық күштің кезеңі екен. Сонымен қатар 60 жас дана жас деп айтады екен қазақта. Ал 80 жас бата алған уақыт. Қайтыс болғандарға бұл жаста ас береді, оның заттарын таратып, мұнда
жылауға болмайды деп айтады. Себебі ол кісіні жүректе, ол кісінің артында қалдырған еңбектерін, артында қалдырған ұрпағының тәрбиесін, өсиеттерін жүрекке сақтап, әрқашанда еске алып, үлгі тұту деген екен. 90 жас тәжірибені беретін тәлімгер. Осылай бүкіл өмір бойында қалыптасатын ұлы қасиеттердің барлығын ұрпағына аманат ету жас екен. Сонымен қатар үш жұрт туралы білім. Бұл әкесі, анасы, әйелі, күйеуі жағынан туысқандық. Демек, тәрбиелі жағына келетін болсақ, тарихты, әдет ғұрыпты, мерекені, әдепті, ұлттық философияны біледі. Ұлттық тағамды даярлай алады, ән айта алады, ұлттық аспапта ойнайды, ұлттық философия мен мәдениетті, тілі мен асқана, біздің ұлттық тағамдарды бағалай алады, дәстүр мен әдет ғұрыпты сақтайтын, ұлттық әдепке және этно-әлеуметтік рөлдерге сай қарым-қатынас жасау дейді. Этностық тәрбиенің сипаты жөнінен терең өзгешелігі болғандықтан, оны мазмұндау қазіргі тәрбие теориясы мен практикасы үшін аса қажет. Этнопедагогика курсы болашақ маманды тәрбие жүйесінде этникалық өзгешеліктер мен ұлттық даралық жайлы білім мен қаруландырады. Көп ғасырлық тәрбие әрекеті нәтижесінде жинақталған педагогикалық байлықты іс тәжірибе жүзінде қолдана алу дағдысын игертуді көздейді. Міне осыменен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау, сәлематта болыңыздар. Дәурен. Алло. Уятпаймыз енді, ұйықтаса. Болды.